Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін туған ауылымыздан Малбазарға баратын боламыз. Қызылорда қаласы Малбазар. Кеттік. Ал ағайын, біз Малбазарға тарттық. Қызылорда қаласына кеттік. Ақжол. Бүгін бізде мал сататын Әсет деген ағамыз, өте тәжірибелі, бұрыннан Малбазарға барып жүрген кісі болады. Көреміз. Қарап отырсаңыз, сол жағымызда да көрдіңіздер ме, газельге мал тиеп жатыр. Бүгін біз Қызылорда қаласына 4-5 газель барады ауылдың өзінен де. Ал енді біз Қызылордаға келіп кірдік. Қарап отырсаңыздар, Қызылорданың шеті көрініп жатыр. Беймөлтек ауданы, жаңадан соғылған үйлер. Оң жағымызды қарасақ, біздің мал базарымыз көрінді. Шеті сырты толған газель, автокөлікке толы. Ал біз бисмилля деп кірдік. Мына мал базарға. Біз өзіміздің малдарды алып келдік. Мына ағамыз өзі саудадан бастап кетті, қазір сауда басып отыр. Қызылорда мал базары. Қазір жақтан шоқларды аралайтын боламыз. Ал біз келе-келместен биеміз сатып жібердік. Биеміздің бағасы 320-ға кетті. Негізгі биенің орташа бағасы 400 мыңдай болып тұр, бірақ кемі болады, бағасы саудасы болып жатыр, биелердің бағасы сондай болып жатыр. Атайымыз 195-ке кетті. Әрі тайтон алып кетіп баратырмыз. Базардың алды болып тұрған ең жақсы бағада осы айғыр. Бұл айғырдың бағасы 1 200 000 деп тұр. 1 200 000 дейтіндей, өз көріңіздер, әрі ерте бөлтір, айғырымыз 650 деп шығарып отыр. Алдымызда мына Әсет ағамыз саудалап отыр. Осы үлкен қара айғырымыздың бағасы 650 мың деп тұр. Жалпақ, ірілігі орташа енді. Айғырда 7 жаста 600 мың сұрап тұрды. Қосқа құнанды 300 мың сұрап тұр. Мына Диас бауырымыздікі. Мына ғой сенікі? Жабаға сатып тұр. Қаншадан деп жатсың? 240 мың деп. 240 мың саудасы бар. Мына алыңыздар, келіңіздер. Қазір обед болды, тамақты ішіп алдық. Бізде бір биеміз өтті әзірге. Жақта ер тоқымдар бар сатылатын. Болғандар қайтып жатыр, орындарын ауыстырып жатыр. Екі кішкене жабағын 340-қа деп саудалап тұр, саудасы бар. Әлден сүріп алуға болады осындай шағын жабағылар. Тексеріп көріп жатыр мені. Сүңгордан мұқана енгеді. Жабағылардың бағасы 150 мың 200 мың арасы болып тұр. Жабағылардікі арада қарап тұрған жоқ. Айғырларды кілең 3 айғырды байлақ қойған, сонымен кісінесіп төбелесіп, айғырларсызге төбелесіп отырғына жерді конкретно ше. Бұл да бір адамның көңілін көтеріп қойды деген арасында. Сиырлар бар, басуақ сиыр. Десеңіздер осы жерде керемет. Өкті өгіздер. Арадан өгіз сатып тұр, 710 дейді бағалар. Ейді. Мына жақта бұзаулы сиырлар 350 мыңнан басталып жатыр. Мына жақта мынаға тартып бұзаулы сиыр. Бұл сиырды 300-ге алып жатыр. Міне осында бұзаулы сиырды 350-ге келтіріп алып кетіп баратыр. Уағмалда көгендеп қойған уағмалдар. Қойларымыз тұр, сектер тұр. Қойларымыз 55-53-тен 53 мыңнан басталып отыр. Мына жақта мына ешкілердің бар, қой ешкілердің мына жақта да базардың. Мына жақта тоқтар 30 мыңнан тұрмын. Мал базарда негізше малдан көріп, мынандай газельдер көп. Мына жақта фрукты сатып жатыр. Мына жақта мына киімдер. Мына жақта құлагер деген драйбилік сатып жатыр. Алсаңыздар бұл. Драйбилік үлкені 150 мың, кішкентай 100 мың. Мына жақта мына майда шүйде заттар сатып жатыр. Осымен мал базарымыз азайды. Қазір тарауға жақындап қалды. Біз де қайтамыз. Әділ Дарабоз каналына тіркелеміз, қолдау көрсетеміз. Қазақ тілді каналды бірге дамытайық достар. Сау болыңыздар.